Онлайн банкте валюталық келісім шарттарды қалай тіркеуге болады? Қызмет келесі құжаттарды қашықтықтан тіркеуге мүмкіндік береді. Шарттар, инвойстар, шот фактуралар, валюталық келісім шарт бойынша есептік нөмір алу. Онлайн банк жүйесіне кіріңіз. Бас мәзірден валюталық бақылау бөлімін таңдаңыз. Ашылған терезеден құру операциясын таңдаңыз. Келесі операция түрін таңдаңыз. Валюталық келісім шарттарды тіркеуге өтініш. Шарттың деректерін толтырыңыз. Келісім шарт нөмірі, күні, комиссияны есептен шығару шоты. Кен бар шарт басқа банктен аударылған болса, кен нөмірі және күні жолы толтырылады. Келісім шарттың сомасын және валютасын көрсетіңіз. Келісім шарт түрін таңдаңыз. Импорт немесе экспорт. Банктың қарауының жеделдігі түрін таңдаңыз. Банктың қарауының жеделдігі түрін таңдаңыз. Есептік нөмір беру деп таңдаңыз. Валюталық шарт кодын таңдаңыз. 1. Тауар, 2. Қызметтер, 3. Аралас, тауар плюс қызметтер. Шетелдік серіктес инопартнер атауын көрсетіңіз. Анықтамалықтан серіктестің елін таңдаңыз. Банктың БСК Свифт толтырыңыз. Іздеу белгісін басыңыз. Банктердің анықтамалығы ашылады. БСК Свифт теріңіз. Іздеу батырмасын басыңыз. Жүйе банктердің анықтамалығын шығарады. Қажетті банкты таңдаңыз. Репатриация мерзімін, яғни бейрезиденттің міндеттемелерді орындау мерзімін көрсетіңіз. Алғашқы 3 сан күндер саны, соңғы 2 сан жыл саны. Есептеу нысанын таңдаңыз. 13 алдын ала төлем, 14 нақты төлеу. Шарт басқа банктен аударылған болса, алдыңғы есептік тіркеу банкінен деректерді алу жолы толтырылады. Шолу батырмасын басып, шартты PDF форматында жүктеңіз. Барлық жолды толтырғаннан кейін, қол қоюға жіберу батырмасын басыңыз. Жүйе өтінімді автоматты құрады. Оған тіркеуге өтініштер қосымша бетінде қол қою қажет. Түсініктемелерді көру үшін меңзерді жақындатыңыз.